Ассалаумағалейкум достар, баршаңызға жақсы көрілім тілейміз. Біздің бүгінгі шығарылымда сіздермен бөлісетін жаңалықтарымыздың аңдатпасы мынадай достар. Роналдоның кеше 38 жасқа толған туылған күні. Кешегі күн дәл қос бірдей футбол әлеміндегі аңыз футболшының туылған күні болып есептелінеді. Екінші футболшы ол Неймар. Неймардың 31 жасқа толған туылған күні достар. Осы және басқа да ақпараттармен бүгінгі шығарылымда бөлісетін боламыз достар. Ендеше сіздер экранның алдына жақсылап тұрып жайғасып отырып алсаңыздар, біз бүгінгі шығарылымды бастап кетейік достар. Кеттік. Ал достар, жаңалығымызды Салахтың жаңалықтарымен бастаймыз. Салахқа тағы да оралдық. Себебі достар, париждік команда қатты белсбаны кіріскен тәрізді. Осы жолы қайсекте жазғы трансферлік терезеде Мұхаммед Салахты басқа еш ойыншы алмасақ та, Мұхаммед Салахты нақты өз қатарларымызға қосып аламыз деп, өздері қамшылап белсбанып отқанын нақты хабарлады достар. Ал достар, менің ойымша Ливерпул PSG-ға Салахты сатып жіберген дұрыс секілді. Неге? Достар, себебі Ливерпулдың ойыны жүрмей жатыр АПЛ-да. Қазір соған байланысты Салахтың ойын деңгейі бір шама төмендеп кетті. Төмендеу байқалды. Жақсылап ойындарын қарасаңыздар, алаңда өзін жақсы сезіне алмай жүр. Тіпті физикасының шамалы болса да нашарлағанын байқауға болады. Сол себепті 30-дан асқан ойыншыны дер кезінде клиенті бар кезде жақсы сомаға сатып жіберген әлдеқайда дұрыс секілді достар. Сіздер қалай ойлайсыздар? Өз ойыңды комментарийге жазып кет. Ал достар, АЕС басылымы айтады, Реал Мадридтің жартылай қорғаушысы, шабуылшысы Федерико Вальвердеге Манчестер Юнайтед жазғы трансферлік терезеде өз қатарларына қосып алғысы келетінін нақты жеткізген дейді. Және АЕС басылымының айтуынша Реал Мадридке 83 миллион евро ұсынған, және Манчестер Юнайтед біз осы соманы берейік, сіздер Вальвердені бізге беріңіздер деген нақты ұсыныстарын айтты деп хабарлайды АЕС басылымы. Достар, Вальверде болатын болса, Реал Мадридке менің жалақымды шамалы болсын көтермесеңдер, мен сендердің командаларынан кетіп қалуым мүмкін дегендей сыңай байқатқан екен. Испания басылымының айтуынша осындай бір ақпараттар пайда болды дейді достар. Соған қарағанда жазғы трансферлік терезе кезінде Манчестер Юнайтедке өтіп қалуы әбден мүмкін екен достар. Ал достар, Фабрицо Көкем айтады, Челси өздерінің Чемпиондар лигасына қатысатын ойыншыларының қатарынан Аубамеянды алып тастаған, және бұны естіген Аубамеян өзінің еліне ұшып кеткен семьясымен демалуға, және де жазғы трансферлік терезе кезінде Челсидан нақты кететінін хабарлаған деп хабарлайды Фабрицо Романо Көкеміз. Ал достар, испан басылымының айтуынша Барселона жазда Аубаны сатқанына өкініп қалған, және өздерінің кейбір ойыншыларына көңіл толмауына байланысты қысқы трансферлік терезе кезінде Аубаны қайтарғысы келген, бірақ трансферлік құқықтарға кейбір ақпараттарға байланысты өздеріне қайтара алмаған, және де Аубаны жазғы трансферлік терезеде өздерінің қатарына қайтадан қосып алғысы келетін нақты хабарлап отыр. Осы тектес ақпараттарды бізге жеткізген испан басылымы достар. Ал достар, Неймардың жаңалықтарына да келіп жеттік. Бразилиядан қаншама мықты ойыншы шығатынын сіздер жақсы білесіздер. Қазіргі таңның өзіне қаншама жастар шығып жатыр. Дей тұрғанмен де достар, Бразилияның Роналдо және Пеледен кейінгі ең мықты супер жұлдызы осы Неймар болып есептелінеді, және бұған ешкімнің еш уақытта таласы жоқ шығар деп өз басым ойлаймын достар. Осынау футбол әлеміне қаншалаған жастарды, тіпті орта буынның өзінің керемет ойынымен тамсандырып, осындай ортаға футбол әлеміне алып келген мықты жұлдызды ойыншылардың бірегейі осы Неймар деп айта аламын достар. Сіздер қалай ойлайсыздар? Өз ойларыңызды комментке жазып кетіңіздер. Бүгін Неймардың 31 жасқа толған туылған күні. Неймар, туылған күнің құтты болсын. Ал достар, дәл қазір кеше түнде болып өткен 2 матч жайлы айтатын боламын, қысқаша жеткіземін. Сіздер экранның алдынан алыстамаңыздар. Ал достар, кеше түнді кәдімгі сенсация десек болатын тәрізді. Кеше Мальорка мен Реал Мадрид Мальорканың алаңында кездесті. Мальорка өз алаңында 1-0 есебімен Реал Мадридтен басым түсті достар. Және менің ойымша достар, Реал Мадридке бәрібірдей Бензема жетіспей қалған тәрізді. Кешегі Асенсионың кірмей қалған голы бар, және де Ферлан Мендидің Милитаудың жоқтығы кәдімгідей байқалып қалған тәрізді. Сіздердің ойларыңызша қалай? Өз ойларыңызды комментарийға жазып кетіңіз. Менің ойымша кеше Бензема болғанда хотя бы тең ойын болатын еді. Ал достар, екінші матчқа келетін болса, кеше түнде басқа Арсеналдың жанкүйерлері кәдімгідей қуанған күн болды ау деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Ал достар, кешегі екінші ойынға келетін болсақ, Харри Кейннің ойыны болған тәрізді. Bir сөзбен айтқанда, кеше бір ойынның тағдырын шешіп тастады. АПЛ-да 201-ші голын соқты. Тіпті Арсеналдың бүкіл фанаттарын қуантып тастаған жайы бар. Манчестер Сити жақсы ойнады, жақсы ауысымдар жасады. Дей тұрғанмен Гюндоган, Силва, Де Бронилар ортада өз ойын таппаған тәрізді. Холландтың өз 10 балдық балдан 5 бал алған жайы бар. Керісінше Тоттенхэм шабуылда өте мықты болды достар. Сол шабуылдардың бірін Харри Кейн нүктесін қойып берді. Осылай кешегі турда Манчестер Сити Тоттенхэмға жеңілді. Ал достар, кеше түнде тағы бір керемет матч өтті. Барса мен Севилья кездесті. Севильяның қазіргі деңгейін білесіздер, бапкер ауысты, ойыншылар нашарлап кетті, тіпті ішкі мұхиты бұзылды дегендей ойын жағдайы қатты емес. Бірақ соған қарамастан Барса оларды аяп отқан жоқ. Кәдімгі 3-0 есебімен 3 ұпайды өз қанжығаларына байлады, және сонымен қатар Реал Мадрид пен екеуінің арасындағы ұпай санын 8-ге жеткізіп алған жайы бар достар. Сол себепті Барсаның фанаттары болса, сіздерді құттықтаймыз. Сіздер турнирда бірінші болып келе жатсыздар.
достар, бүгінгі шығарылымның ең соңғы және ең басты жаңалықтарына да келіп жеттік. Иә достар, біреулер үшін бүгін футбол әлемінің аңызы, біреулер үшін футбол әлемінің ең сүйікті ойыншысы, ең мықты шабуылшысы, ең мықты сұрмергені Криштиану Роналдоның 38 жасқа туылған күні достар. Иә, Роналдо бірінші менің ойымда ең мықты әке, ең мықты мотиватор болып қала бермек. Достар, енді бұл жігіттің жүлделерін санаудың ешқандай керек жоқ деп ойлаймын. Бұл жігітті 5 жастағы баладан 80-дегі атамызға дейін барлығы таниды деп ойлаймын достар. Сол себепті де Роналдо, жаңа жасыңмен, туылған күніңмен біз сені қолдаймыз, Еуропаға тез оралуыңды ойлаймыз. Тек қана саған сәттілік. Ал достар, бүгінгі шығарылымды осымен аяқтаймыз. Біз қоштаспаймыз. Баршамызға бүгінгі шығарылым жақсы, әдемі болды деп ойлаймын. Баршаңызға тек қана сау.